Сәлем достар, бүгін сіздер мен Ұлдана апаймен кесіндіні берілген қатынаста бөлу нүктесінің және кесінді ортасының координаталарын табуды үйренетін боласыздар. Бұл өте пайдалы ақпарат, сондықтан видеоның соңына дейін қарап, бізге лайк басып, өздеріңіздің пікірлеріңізді астыға жазуды ұмытпаңыздар. Онымен біз сабағымызды бастаймыз. Жаңа тақырыпты бастамас бұрын бірінші анықтамаға көз жүгіртейік. Анықтама. Қатынас дегеніміз не? Ол екі кесіндінің ұзындықтарының өзара салыстыруын айтамыз. Егер бізде А, Б кесіндісі берілсін, және оны С екі кесіндіге бөлсін. Және егер Асы бөлу СБ тең К деген шамаға тең болып, осы теңдікпен өрнектелетін болса, біз айтамыз С нүктесі АБ кесіндісін К қатынасында бөледі деп. Мысалы, бізде Асы бөлу СБ тең 1 бөлу 2 болсын. Осы тұста бізде К-мыз тең болады 1 бөлу 2-ге. Немесе 1 бөлу 2 тең 0,5-ге. Енді келесіде бізде АБ кесіндісі берілсін. Және оны С К қатынаста бөлсін. Бізде осы жерде К қандай екенін табу керек. А нүктесінен бастап қарастырсақ, Асы бөлу СБ тең бізде мына жерде С нүктесі Адан 1, 2, 3. Мына жерде ол 3х арақашықтықта жатыр. Ал Б-дан 1, 2, 3, 4х арақашықтықта жатыр. Яғни Асының орнына 3х-ті, Б-сының орнына 4х-ті жазсақ, x пен x қысқарып кетеді, 3 бөлінген 4 деген арақашықтықта жатыр. Ал егер Б нүктесінен қарастыратын болсақ, ол BS бөлінген AS болады. Яғни ол тең 4х бөлінген 3х. Достар, біз қатынас деген ұғымға бір шолу жасап алдық. Енді осы AS бөлу SB тең К деген қатынаста бөлетін SX, Y нүктесінің координаталарын табуды бірге анықтайық. Ол қалай болады? Бізде көріп тұрғандарыңыздай А, С және Б нүктелерінен OX және OY осьтеріне перпендикуляр штрихтар жүргізсек, және осы осьтермен қиылысу нүктелерін А1, С1, Б1, А2, С2, Б2 нүктелерімен өрнектеп алсақ, біз осы жерде көре аламыз. А1, С1 кесіндісі Асы кесіндісінің OX осіндегі проекциясы екен. Ал С1, Б1, СБ кесіндісінің OX-тегі проекциясы екен. Осы жерде проекциялардың бір-біріне пропорционалды қасиетін қолданып, мына қатынасты жаза аламыз. Асы бөлу А1, С1 тең болады СБ бөлу С1, Б1. Немесе пропорция қасиеттерін қолданып, бұл өрнекті дәл осы форматта да жаза аламыз. Біз білеміз, что Асы бөлу СБ тең К екен, яғни біздің мына өрнегімізде К-ға тең болады. Енді осы жерде біз А1, С1 кесіндісінің ұзындығын тапсақ, бұл дегеніміз С1-дің X-нан А1-дің X-ін азайтып квадраттаймыз және қосамыз Y-тарын, бірақ С1 мен А1-дің Y-тары мәні 0-ге тең, көріп тұрғандарыңызда, яғни қосу 0. Бұл тең болады, сонда x минус x1. С1, Б1-дің де ұзындығының мөлшері дәл осындай болады. Б1-дің x-нан С1-дің x-ін азайтамыз. Азайтып, квадраттап төбірастын алсақ, дәл осы шама шығады. Енді осы алған өрнекті біз мына пропорцияға әкеп қойсақ. x минус x1 бөлу x2 минус x тең болады К-ға. Біз бұны мұна астына жазсақ, ыңғайлы болу үшін. Енді осы өрнекті шешсек, пропорция қасиетін қолданамыз, өрнекті шешеміз. Жақшаны ашатын болсақ, Kx2 минус Kx. Енді ұқсас мүшелерді бір жаққа жинақтаймыз. Kx тең болады Kx2 қосу x1. Осы жерде x-ті жақша сыртына шығарсақ, 1 плюс К екенін көреміз. Жақшаның ішінде қалатыны.
и x1 қосу k x2. Осы жерде x тең болады x1 плюс k x2 бөлінген 1 плюс k. Дәл осылай енді y мәнін табамыз, бірақ о y осымен жұмыс жасаймыз. Осы жердегі о y осіне проекциялармен жұмыс жасасақ, біз мына қатынасты аламыз. АС бөлу А2 С2 тең болады СБ бөлу С2 Б2 тең К-ға. Және дәл осы амалмен шығарсақ, біздің y-іміздің мәні тең болады y1 қосу К y2 бөлу 1 плюс К. Ал енді, егер біздің К-мыз 1-ге тең болса ше, бұл дегеніміз АС бөлу СБ тең 1-ге, немесе АС тең СБ-ға. Яғни екеуінің ұзындықтары бір-біріне тең. Міне, мынау А, мынау Б. Мына екеуінің мәндері тең. Осы К 1-ге тең болған кезде С нүктесі АБ кесінісінің орта нүктесі болады. Енді бұның координатасын қалай табамыз? Жаңағы формулаға біз К тең 1 деген мәнді әкеп қоямыз. X тең x1 плюс 1 көбейту x2 ол x2 бөлу 1 қосу 1 ол 2, яғни x1 плюс x2 бөлу 2. Y дейді дәл сондай. Y1 қосу y2 бөлу 2. Сонда бізде А және Б нүктелерін x-тарын қосып 2-ге бөлсең, орта нүктесінің x-і, ал y-тарын мәнін қосып 2-ге бөлсең, С нүктесінің y-тегі мәні шығады екен. Мен достар, біз осы үйренген білімімізді қолданып, мына есептерді шығарып көрейік. Бізде берілгені АБС үшбұрышы және F нүктесі АБ кесіндісін 2 бөлу 1 қатынасында бөледі екен. Яғни К-мыз 2 бөлу 1, ол дегеніміз 2-ге тең. Осы F нүктесінің координаталарын табуымыз керек. Бізде АБ кесіндісі болғандықтан, бізде А x1 y1 Б x2 y2 болады. Және де алдыңғы тапқан формуламыз бойынша осы x пен y-ті мәнін табамыз. Яғни x1 бізде 2, қосу К-мыз 2, көбейту x2 ол бізде 8. Бөлеміз 2 қосу 1 тең болады 18 бөлу 3 тең 6. Және екіншісі y. Y-ті мәні y1 4 қосу 2 көбейту минус 2 бөлу 3. Сонда 4 азайту 4 бөлу 3 тең болады 0. Яғни біздегі F нүктесінің координаталары 6-да 0 деген нүкте. Давайте тексеріп көрейік. F 6-да 0 деген координатада жатыр екен. Келесі есеп. Бізде А және Б нүктелері берілген. М нүктесі АБ кесіндісін қандай қатынаста бөледі дейді. Яғни бізге табу керек К-ның мәнін табу керек. Біз формуланы білеміз. X тең x1 қосу К x2 бөлу К плюс 1. Осы жерде бізде x1 мен x2 белгілі, себебі ол А және Б нүктесі арқылы жасалған кесінді. Бізге К-ны табу керек. Бізде тағы не белгілі? Бізде x-тің мәні белгілі. Неге? Себебі осы К қатынаста бөлетін М нүктесінің мәні бізге беріліп тұр. Яғни бізде x-іміз 3-ге тең. Әр мәннің орнына өз сандарын қойсақ. 3 тең 5 қосу минус 3К бөлу К плюс 1. Осы теңдікті шексек. 3К плюс 3 тең 5 минус 3К. Сонда жинақтаймыз. 6К тең болады 2-ге, К тең 1 бөлу 3-ге. Енді бұл дегеніміз не? Біз А-ның мәнін, яғни А-ның мәнін x1 және y1 деп алғандықтан, бізде бұл А нүктесінен бастап осы 1 бөлі 3 қатынасында бөледі деп айтамыз. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі, бұл кішкене күрделі есеп, бірақ сіздердің қолдарыңыздан келетініне мен сенімдімін. Бізде АБС нүктелері арқылы өтетін 3 бұрыш бар екен. Және осы 3 бұрыштың медианаларының қиылысу DX нүктесі бар.
және біз осы нүктенің координаталарын табу керек екенбіз. Біз бұны өте оңай шығарып тастаймыз, біз білеміз медиана дегеніміз не? Медиана ол мысалы А нүктесінен бастап мынау бс қарама қайшы жатқан кесіндіні теңнен екіге бөлетін кесінді екенін, және бұны біз Е нүктесі деп алайық. Е нүктесі бізде координатасы x1 и y1. Біз бұны білмейміз. Осындай шамамен есептейік. Бірақ біз бұл Е нүктесін таба аламыз. Неге? Потому что бұл Е нүктесі СБ кесіндісін қақ ортасынан бөліп тұр. Яғни x1 дегеніміз мынау С және Б нүктелерінің x-тарын қосып 2-ге бөлеміз. Сонда 6 қосу 8 бөлу 2 тең болады 14 бөлу 2 тең 7. Келесі y1 дегеніміз не? Ол 6 қосу минус 2 бөлу 2. Бұл дегеніміз 4 бөлу 2 тең болады 2. Сонда бізде Е нүктесінің координатасы 7-де 2 болады екен. Енді біз бұны не үшін таптық? Себебі біз теория бойынша үшбұрыштың медианаларының қиылысу нүктесі, яғни Д нүктесі, медиананың шығу төбесіне бастап, яғни А төбесіне бастап, осы медиананы 2 бөлу 1 қатынаста бөледі. Яғни АД бөлу ДЕ тең болады 2 бөлу 1 деген қатынас екен. Осы жерден байқай аламыз, что бізде К 2-ге тең екенін. Енді біздің өзіміздің тақырыбымыздағы формуланы қолданып, Д нүктесінің мәнін табамыз. Так, бізде X тең. Біз А және Е нүктелерімен жұмыс жасап жатқандықтан, осы екі нүктенің координаталарын аламыз. 2 қосу. Бізде К2. 2 көбейту Е нүктесінің X-і 7 бөлу 2 қосу 1. Бұл тең болады 14-16 бөлу 3. Y-ның мәні 4 қосу 2 көбейту 2 бөлу 3. Тең болады 8 бөлу 3. Сонда біз дәл осылай оңай Д нүктесінің координаталарын таба алады екенбіз. Сонымен бүгінгі тақырып сіздерге түсінікті әрі пайдалы болды деп ойлаймын. Осы мысалдарды шығарып көрсеңіздер болады, практиковать ету үшін. Және мен осы жазған конспектіні және осы есептердің шығарылуын Google Drive-қа салып. Және достар, осы жерде мен сіздерге арнап Google форм жасадым. Сіздер өзіңізді және мені де бағалап кете аласыздар. Айтуды ұмытып кетіппін. Оның сілтемесін астағы описанияға қалдырып кетемін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет.